Сәлем, осы видеода сіздерге интернет арқылы өте оңай түрде ақша табуға болатынын көрсетемін. Телефон арқылы толықтай салымсыз. Видео басталмай тұрып каналға подписка және лайк басуды ұмытпаңыз. Сол арқылы сіздерге жаңа схема шыққанын хабарлаймын. Соңғы видеода 1000 лайк жинадық. Өте жақсы, сіздерге 50 000 тұратын тәсілді дайындап жатырмын. Келесі аптада каналға саламын. Достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазіргі кезде биткоиннің бағасы өте қарқынды дамуда. Бір биткоин $57,000 тұрады екен. Бір аптаның ішінде 16%-ға өскен. Міне осы жерден көрулеріңізге болады, бір айдың өзінде қандай рост болғанын. Сондықтан да сіздерге бүгін осы биткоиннан қалай ақша табуға болатынын көрсететін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздің ақша табатын сайт AdBitcoin деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Қазірдің өзінде 2287 адам осы сайттан ақша тауып жатыр. Осы сайтта ақшаны бізге сатошимен және де рубльмен төлейді. Біздің мақсатымыз осы сатошиді табу. Мына жерден көрулеріңізге болады, последний выплаты, яғни әрбір минут сайын осы жерден сатоши шығарып жатыр. Сатоши дегеніміз биткоиннің ең аз түрі. Енді зарегистрироваться басамыз. Енді осы жерде өздеріңіздің емейлдарыңыз, парольдарыңыз, яғни робот капчаны өтіп, зарегистрироваться басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін сол жағында сіздерде заработать деген бар, осыған басып, өздеріңіз көрулеріңізге болады, серфинг сайтов бар, яғни сатоши арқылы ақша табатын және де серфинг сайтов рубльмен ақша табатын. Одан кейін видео көргенге ақша төлейді, ары қарай автосерфинг бар және де короткие ссылки. Ол дегеніміз жай ғана серфинг, әрбір сайттарды көргенге бізге ақша төленетін болады. Енді біз ең бірінші серфинг сайтов дегенді таңдаймыз. Мына жерде капчаны өту керекпіз, 8+7 деп жазылып тұр, 15 деп жазамыз, отправить. Негізі осы сайтта ақша табу өте оңай, тек қана әрбір сайттарды көргенімізге бізге осындай 18/2 сатоши төленетін болады. Осыны көру үшін біз открыть дегенді басамыз. Міне достар, бізде таймер басталды, 19-18 секунд, осыны күту керек болады. Осының барлығын сіздер телефон арқылы да орындай аласыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Бізге жаңағы сатоши төленді. Көріп тұрғандарыңыздай баланста қазір 27 сатоши бар екен. Енді келесі сайттан ақша табу үшін, сатоши табу үшін открыть басамыз. Мына жерде мысалы 15 секунд қана күту керек екен. Міне достар, вы заработали 4,2 сатоши деп шықты. Осылай достар, ешқандай қиындығы жоқ. Бір сайттан кейін екіншісі, екіншісінен кейін үшіншісі ашылып отырады. Тек қана біз открыть кнопкасын басып отырамыз. Тағы таймер басталды, 13 секунд, 12 секунд қалды. Тағы да 4,2 сатоши таптық. Қазір баланста 35 сатоши бар екен. Енді осы жерде бізде тип деген жерден серфинг в рублях деген бар, соны таңдаймыз. 7-4. Міне достар, бұл жерде де бізге әрбір сайтты көргенге 0,04 рубль төлейді екен. Егер де бізде жаңағы сатоши бітіп қалған жағдайда, біз рубльмен ақша таба аламыз. Негізі осы сайтқа сіздер күнделікті кіріп тұрсаңыздар, онда сіздер осы сатошиді тауып, өздеріңіздің жаңағы кошелектарыңызға шығарып аласыздар. Осыдан кейін бізде просмотр видео деп тұр. Бұл жерде де әрбір видеоны көргенге сатоши төлейді, бірақ қазір задание жоқ. Одан кейінгі ең астында бізде короткие ссылки деген бар. Бұл жерде рубльмен төлейді, өте аз суммада, сондықтан да ең маңыздысы бізге серфинг сайтов, одан кейін осы жердегі сатошиді табу. Енді біз осы сайттан сатошиді тауып болғаннан кейін астында вывести деген кнопканы көріп тұрсыздар. Осы жерде ақшаны Faucet Payға немесе Express Cryptoға шығарып алуға болады. Сонымен қатар бізде PR кошелек бар. Яғни көбінесе біз ақшаны осы PR-ға шығарып жүрміз, сондықтан да PR-ды таңдаңыздар, немесе сатошиді шығарып алу үшін Express Crypto дегенді таңдаймыз. Екінші біздің ақша табатын сайт Uno деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы сайттан сіздер тез арада ақша табуларыңызға болады және де осы сайтта 1-2 тактика бар, соны көрсететін боламын. Сол үшін осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Осы сайтта 358 000 активных пользователі бар екен және де 5 900 000 рубль ақша төленген екен. Ол дегеніміз теңгемен 30-35 миллион. Енді біз ақша табу үшін исполнителі дегенді таңдаймыз. Енді қарап тұрсаңыздар, жай ғана комментарий қалдырғанға 40 рубль төлейді, отзыв жазғанға 83 рубль төлейді. Ол дегеніміз 500 теңге және де регистрация жасағанға 9 рубль, примерно 50 теңге. Мына жерде регистрацияны таңдаймыз. Осы жерде регистрацияны Телеграммен немесе ВКонтакте, сонымен қатар имейл бар, имейлдарыңыз жазып, далее басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін бізде үстінде поиск задач деген бар, осыны таңдайсыздар. Одан кейін сразу фильтры таңдаймыз. Осы жерден көрулеріңізге болады, тип задания, бізге керек комментарий, отзыв, социальная сеть, одан кейін просмотр видео. Тек қана осыларды таңдайсыздар, одан кейін показать басамыз. Енді қараңыздар достар, сіздерге жай ғана подписка Telegram каналға жасағанға 1,2 рубль ақша төлейді екен. Яғни бір подпискадан біз 7 теңге табады екенбіз.
Осы 3 подписканы жасағанға сіздерге 3-6 рубль төлейді, ол дегеніміз примерно 22 теңге. Осының барлығын орындау үшін сіздердің 40-50 секунд уақыттарыңыз кетеді. Ары қарай қарап тұрсақ, подписка Telegram канал 1-2 рубль, подписка в Twitter 1-2 рубль төлейді екен. Жай ғана подписка жасағанның өзінен сіздер 100-200 рубль спокойно табуларыңызға болады, ол дегеніміз 1000-1000 теңге. Енді сіздерге қалай орындауға болатынын көрсетемін. Мысалы, осы заданияны таңдаймыз. Одан кейін ссылкасы көрсетілген, қайда подписка жасау керек екені, ары қарай предоставить в отчете деп тұр. Өзіміздің логин телеграмымызды жазамыз. Обычно выполняет за 1 минуту. На самом деле, одан да өте тез. Енді біз выполнить задание деп басамыз. Осы жерге өздеріңіздің телеграм каналдарыңызды привязка жасайсыздар. Войти через телеграм канал. Қазақстан таңдаймыз, номерларыңыз жазасыздар, далее басамыз. Жаңағыны орындап болғаннан кейін бізге осы ссылкамен өтеміз. Подписка жасаймыз. Одан кейін сіздердің логиндарыңыз осы жерде автоматты түрде жазылады, отправить басамыз. Болды достар, на проверке деп шықты. Осыны тексергеннен кейін бізге автоматты түрде ақша төленеді. Мысалы, осындай задание бар, зарегистрировать аккаунт Instagram дейді. Сіздердің 1-2 минут уақыттарыңыз кетеді, сол үшін сіздерге 7-2 рубль ақша төлейді екен, ол дегеніміз примерно 40 теңге. Жалпы осы сайтта сіздерге ақша өте жақсы төленеді. Сонымен қатар көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бізде подписаться ВКонтакте Казахстан дейді. Яғни осыған да сіздерге 1-2 рубль төлейді. Заданиялар өте көп, осының барлығын орындап шығыңыздар. Қазір менің балансымда 715 рубль ақша бар екен. Осының алдында да осы сайттан ақша шығарған болатынмын Kiwi кошелекқа. Енді осы сайттан ақшаны шығарып алу үшін мына жерде біз вывести дегенді басамыз. Міне баланста 715 рубль. Енді осы жерден көрулеріңізге болады, электронный кошельке ақшаны Kiwi'ға, YouMoney және DPR кошелекқа шығарып аламыз. Минимальная сумма бізде 50 рубль, ол ақшаны тез арада тауып аласыздар. Одан кейін PR кошелекқа шығарып алуға болады 50 рубль. Осы жақында оны сайтынан мен 1450 рубль ақша шығарған болатынмын. Қазір Kiwi кошелекті көрсетемін. Міне достар, 29 сентябрь күні маған Kiwi кошелекқа 1320 рубль ақша түсті. Яғни 9% ол комиссияға кетті. Сондықтан да достар, осы сайтта міндетті түрде қолданып көріңіздер. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын, және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достар, соңғы видеоның астында 1000 лайк жинаған кезде 50 000 теңге тұратын схема жайлы саламын деп айтқан болатынмын. Сондықтан да сіздерге келесі видеода сол схеманы саламын міндетті түрде. Ол үшін сіздер осы жердегі колокольчикта все дегенді таңдаңыздар. Ол схеманы жіберіп алмас үшін, және де осы видеоға лайктарыңызды басып, поддержка жасап кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет, келесі кездескенше.